Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Жұма күні қабыл болсын. Достар, бүгін біз жусай қосылған осындай өте дәмді, керемет болып пісетін орама дайындайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бір жұмыртқаға тұз қосып, жақсылап араластырамыз да, оған бір стакан су құйып, жылы су құйып, оны да бір араластырып, еліктен өткізіліп алған ұнымызды қосып, жақсылап илеп қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін жарты сағатқа тындырамыз. Содан соң біз арасына салатын салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына жусай, қуырылған жұмыртқа, ұсақтап туралған ет қосатын боламыз. Етті ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады, майлы ет пайдалансаңыздар өте дәмді болып шығады. Ұсақтап туралған етімізге жусайды қосамыз. Одан соң жұмыртқаны тез-тез қуырып алатын боламыз. Мінекей жұмыртқамыз да дайын болды. Енді оны да ыдысымызға салып, тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жусайдан да дайындап көріңіздер. Бұл да бір ерекше дәмді болып шығады. Егерде ет болмаса, еттің орнына құйрық май, болмаса іш май пайдалануға болады. Мінекей барлығын араластырып алдым. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымды екі бөлікке бөліп алдым, яғни менде екі орама дайын болатын болады. Қамырымызды жұп-жұқа етіп илейтін боламыз, жаятын боламыз. Достар, егерде сіздер мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, онда мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Егер қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттер сіздерге бірден көрінетін болады. Шұқалап жайып алған қамырымызға май жағып, одан соң салмасын арасына салатын боламыз. Бір тегіс етіп жайып шығамыз. Одан соң осылайша орама еті орап, манта баркаға салып, 45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей менде екі орама шықты. Тез-ақ 45 минутта пісіп шықты. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің орамамыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жусайдан орама дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.